Қайырлы күн, қымбатты балалар. Сендерді өзін-тану сабағында көргеніме өте қуаныштымын. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы «Жақсы көруді үйренеміз» деп аталады. Балалар, сендер сабақ барысында жақсы көрудің не екенін, сонымен бірге жақсы көрудің маңызын біліп қана қоймай, бойларыңа мейірімділік, ізгілік, риясыздық секілді қасиеттерді сіңіретін боласыңдар. Риясыз сүйіспеншілікті үйренесіңдер. Ал енді балалар, тақырып бойынша түсінігімізді кеңейте түсу үшін бүгінгі сабағымыздың дәйек сөзімен танысып алайық. Назарларыңызды экранға аударыңыздар. Кімде-кім жақсы көрсе, сол күшті. Нақыл сөз. Дәйек сөзден қандай ой түйдіңдер? Не себепті жақсы көре білетін адамды күшті адамға теңейміз? Жақсы көре білетін адамның бойында қандай қасиеттер болады деп ойлайсыңдар? Балалар, өз ойларыңды еркін жеткізе білдіңдер деген сенімдемін. Сонымен жақсы көре білудің маңызын түсінген боларсыңдар. Ал енді тақырыбымызды аша түсу үшін Лариса Кобзеваның «Шынайы сүйіспеншілік» атты әңгімесін бірге тыңдайық. Костя үнемі анасына оны өте жақсы көретінін айтатын. Костя мен әкесі анасының туған күніне бір шоқ раушан гүлін сатып алды. Бала раушан гүлдерді үйге әкеле жатып, қуанышпен әкесіне: «Әке, анама осы әдемі гүлдерді сыйлаған кезде біздің оны жақсы көретінімізді көреді», деді. Үйге келген соң әкесі мен баласы анасына: «Біз сені өте жақсы көреміз» деген сөздермен гүл шоғын сыйлады. Анасы осындай ықыластан бақытқа бөленіп, күні бойы жүзінен күлкі кетпеді. Костя да әкесімен бірге анасына осындай сүйіспеншілік танытқанына мәз-мейрам болды. Анасы осындай ықыластан бақытқа бөленіп, күні бойы жүзінен күлкі кетпеді. Костя да әкесімен бірге анасына осындай сүйіспеншілік танытқанына мәз-мейрам болды. Ертеңіне Костяның ата-анасы қонаққа шақырылды. Кешкісін кетер алдында анасы Костядан қарындасына математикадан есеп шығаруға көмектесуін өтінді. Бұл кезде ол теледидардан өзінің сүйікті топтамасын көріп отырған болатын. Костя анасының өтінішін ести салысымен ашуланып былай деді: «Анашым, мен қазір Дашамен сабақ дайындай алмаймын. Көріп тұрсыз ғой, сүйікті топтамамды көріп отырмын». «Балам, сосын кеш болады. Және де Даша екеуіңе ұйықтау керек», деді, анасы айтқанына көндірмекші болып. «Анашым, бірақ мен бұл топтаманы жібере алмаймын», деп Костя қарсылық білдірді. «Ал кеше ғана мені өте жақсы көретініңді айтып едің», деді анасы мұңайып. «Иә, жақсы көретінімді айттым, сондықтан гүл сыйладым», деп растады Костя. «Ал бүгін сен мені жақсы көрмейсің бе?» деп сұрады анасы кенеттен. «Анашым, мен сені өте жақсы көремін. Оның бұған қатысы не?» деді Костя. Осы арада әкесі сөзге араласты. «Костя, кеше анаңды жақсы көретініңді білдірмекші болып гүл сыйлағаның әлбетте жақсы болды. Алайда гүл, сыйлық және сөз бұлар біздің адамға деген сезіміміз бен ықыласымыз ғана. Сүйіспеншілік бұл сөз бен сезім ғана емес. Егер сен біреуді жақсы көрсең, сөзбен емес, іспен көрсетуің керек». «Әке, ал мен сүйіспеншілігімді қалайша іспен көрсете аламын?» деді Костя. «Егер сен анаң екеумізді шынымен жақсы көрсең, онда сен бізді тыңдап, әркез көмектесетін боласың.
Ал онсыз сенің сүйіспеншілік туралы сөзіңнің ешбір мәні жоқ. Әкесін мұқият тыңдаған Костя: «Әкешім, анашым, мен сендерді шынымен өте жақсы көремін. Егер осы топтаманы жіберіп алсам, ештеңе етпес. Сіздер қонаққа бара беріңіздер. Мен Дашаға есеп шығаруға көмектесемін». Осыны айтты да, Костя теледидарды өшіріп, қарындасына, сабағына көмектесуге бет алды. Ал Костяның ата-анасы болса, ұлдарының шынайы сүйіспеншілік сөзбен емес, іспен көрінетін түсінгеніне қуанды. Балалар, әңгіме сендерге ұнады ма? Ендеше әңгіме бойынша сұрақтарға жауап беріп көрейік. Адам өз сүйіспеншілігін қалайша білдіре алады? Бәріне сүйіспеншілікпен қарайтын адам қандай адам? Әңгімелеп беріңдер. Жақындарыңа, достарыңа, айналадағы адамдарға сүйіспеншілігіңді іспен қалай көрсете аласыңдар? Балалар, сендерді тамаша «Мен әжемді өте жақсы көремін» әнін бірге орындауға шақырамын. Назарларыңды экранға аударыңдар. Таусылмайтын өлеңі күнде айтып береді, барған сайын бір жаққа кәмпит алып келеді. Әжем мені өте жақсы көреді, әжем мені өте жақсы көреді. Әжем мені өте жақсы көреді, әжем мені өте жақсы көреді. Әкеп әжеме таң қалдырам бар елді. Мен әжемді өте жақсы көремін, мен әжемді өте жақсы көремін. Әжем мені өте жақсы көреді, Сүйіспеншілік бұл риясыз қызмет ету. Сүйіспеншілікті таза ой, ақ пейіл, күлімсіреу, жылы қабақ, жақсы сөз арқылы білдіруге болады. Ал енді балалар, шығармашылық жұмыс жасауға кезек берейік. Шығармашылық тапсырмалар өздерің сабақтан алған білім-біліктеріңді жүзеге асыруға арналған. Берілген тапсырмаларды орындай отырып, тақырып бойынша түсініктеріңді кеңейтесіңдер. Осылайша, өз бойларындағы адами қасиеттерді көрсете алуға мүмкіндік аласыңдар. Бірінші тапсырма. Жасы кіші балаларды қалай қуантар едіңдер? Қарт адамдарға қандай сый құрмет көрсетуге болады? Өз ойларыңды жазып көрсетіңдер. Екінші тапсырма. Ребусты шешіңдер. Берілген ребусты дұрыс шешсеңдер, Абай Құнанбаевтың даналық сөзін оқи аласыңдар. Сүйіспеншілік тіршіліктің сәні мен мәнін келтіретін нұры, әрі ең басты қуат көзі.
Адам баласы дүниеге келіп, ес жиып, есейіп, оң мен солын айыра бастаған соң, өз өміріне сүйіспеншілікпен қарауы тиіс. Бүгінгі сабағымыздан алған мейірімділік, ізгілік секілді қасиеттерді бойларыңа сіңіріп, айнала қоршаған ортаға сүйіспеншілік таныта білесіңдер деген сенімдемін. Балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше аман сау болыңдар.